Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін үй жағдайында өте оңай әрі дәмді торт пісіретін боламыз. Арнама тіркеліп, лайк басып қолдап отыруды ұмытпаңыз. Ол үшін бізге ұн, какао, қамыр қопсытқыш, жұмыртқа, сары май, қант және сүт қажет болады. Және креміне творожный сыр, сахарная пудра және сливки қолданатын боламыз. Енді тортымызды әзірлеуге кірісеміз. Ол үшін алдымен сұйық заттарын дайындап аламыз. 4 жұмыртқамызды миксермен дұрыстап араластырып аламыз. Қажетті заттарды грамдармен описание бөліміне қалдырамын. Үстіне ерітілген сары майымызды, қантымызды және жылы сүтімізді құямыз. Барлығын дұрыстап миксермен араластырып аламыз. Енді құрғақ заттарын дайындап аламыз. Ол үшін ұн, қамыр қопсытқыш және какаомызды қосып, барлығын дұрыстап араластырып аламыз. Жаңағы дайындаған сұйық ингредиенттеріміздің үстіне електен өткізіп, ұнымызды қосамыз. Азаздан қосып араластырып отырамыз. Дайын болған қамырымызды теңдей 3 бөлікке бөлеміз. Формамыздың астына пергамент қағазын салуды ұмытпаңыз. Мен арнайы пергамент қағазын майлап қойдым. Біздің коржиктарымыз жұқа болғандықтан тез пісетін болады. 15-20 минутта пісетін болады. Бақылап отырамыз. Көтерілген соң беті құрғақталып, және де шпажкамен тексереміз. Шпажкамыз құрғақ болып шығатын болса, біздің коржигіміз дайын деген сөз. Дайын коржиктарымыз суығанша кремін әзірлеп аламыз. Креміне творожный сыр, сахарная пудра және 33% сливки қолдандым. Үй жағдайында қолжетімді заттардан оңай жасалатын рецепттерімді жіберіп алмас үшін арнама тіркеліп, қоңырауды басып қоюды ұмытпаңыз. Сливкиді пайдаланатын уақытта салқын болуы қажет. Барлығын дұрыстап миксермен қоюланғанша араластырып аламыз. Біздің креміміз дайын болды. Енді тортымызды жинауға кірісеміз. Мен коржиктардың шетін біркелкі етіп тегістеп турап алдым. Енді дайын болған кремімізді өзіңіздің қалауыңызша жағып шықсаңыз болады. Біздің арнамыздан сондай-ақ салаттар, банка жабу, ыстық тағамдар, тіске басарлар және де басқа да рецепттерді көре аласыз. Арнама тіркеліп, қоңырауды басып қойыңыз. Тортыңыздың бетін қалауыңызша әсемдесеңіз болады. Дайын болған тортты тоңазытқышқа 1 сағатқа немесе 1 түнге қойып қойсаңыз, өте дәмді болып шығады. Сіздер де әзірлеп көріңіздер, ас болсын.